Ассалаумағалейкум достар. Бұл тағы да мен. Кеше мен арнама бірінші видео салдым, және де ол видеоның астында қалдырылған комментарияларға, лайктарыңызға рахмет. Бірінші видеом сіздерге қатты ұнады деген ойдамын. Өйткені бүгін маған ВКонтактеға күні бойы адамдар жазды. Видео қайда, Еркелан, видео қайда деп личкамды толтырып жібердіңіздер. Міне сіздерден көптен күткен видеоларыңыз. Мен тағы да Slendrina The Keller деген ойын ойнап жатыр. Кешегі ойынды сіздер есіңізде болғандай өте алмағам. Ол үшін өте қатты ұялам. Сол үшін мен қазір мына ойынды өтем деп сіздерге уәде берем. Бұл ойын Slendrina The Keller деген ойын, аудармасы Slendrina подвал деген мағына білдіреді. Біз подвалда жүреміз, короче айтқанда. Кеше мен оңайына да қойып, не деген дауыс. Қиынына қойып та өте алмаған бұл ойынды. Сол үшін мен қазір кешегі үшін өшімді алам, өтем. Мына аяқта даже очкомен ашылады екен ғой. Так, 2,5 мың, 25 мың очко жинасақ, екінші подвалда шаткеміз. Үшінші подвалда үшінде 25 не керек? Очко керек екен. Бірінші бір подвалды өтіп алайықшы біз. Ана бір әйелдің түрін көріп тұрсыздар ма? Не деген қорқынышты. Так, бізге тағы да қиыншылықтан да дейді. Кеше мен оңайына қойып өте алмаған, орташасына да қойып өте алмаған, бірақ қиынына қойып көрмеппін да, қойып көргім де келмейді. Жарайды, оңаймен ойнасам ұят болады шығар. Тағы да орташамен ойнап көрейін, бірақ мен осы жолы өтем точно, сіздерге уәде берем. Тағы да айта кететін, кешегі видеоның дауысы жазылмай қапты. Сол үшін кешірім сұраймын. Бүгінгі видеомның дауысы бар деген үміттемін. Басталды. Так, бізде сол бұрынғыдай 0 кілт. Так, мен настройкаға кіріп жөндеп алайын, кішкене чувствительность сонша емес сияқты. Енді нормально. Так, кешегіде бізде 0 кілт, және бізге 8 кітап табу керек. Мынау мен түсінген 5 шығатын жер, мұны шыға үшін 8 кітап тап дейді. Так, әлінайы. Бәрі жақсы, түзеп алдым. Мына есікті ашып көрейік. Мен бүгін точно өтем, уәде берем. Так, мына есікті мен аштым ба, или өзі ашылды ма, что түсінген жоқпын. Кім ашса да кіріп көрейік. Так, мынау не шкаф, варенье қоятын шкаф. Вареньені мынау заттар қоятын шкаф екен, бірақ бұл жерде түк жоқ. Сол үшін біз басқа бөлмеге кеттік. Не деген ұзын коридорлар, подвалдар. Бүгін точно өтем. Кілт. Ура. Неужели бірінші кілт таптық осылай оңай? Опа, алып алдым ба? Алдым. Әзірге бәрі тыныш сияқты. Так, мынау не кілт есік? Ашылады екен, кеттік. Кірейік. Так, бұл бөлмеде не бар? Бұл бөлме... Достар, бәрі қайтадан басталды. Бір кілт таптым, қиыншылықтар уже басталып жатыр. Есіңізге сала кетсем, әлі кітап тапқан жоқпын. Бірінші кітабым. Алдым. Артқа бұрылғым да келмейді, достар, шынымды айтайын. Ешкім жоқ екен. Ары қарай кеттік. Не карта да жоқ қолымызда. Өте бір қиын ойын екен.
ұнап тұрған жоқ маған да дауыс. Тупик? Блин. Кеше мен бұл ойынды дұрыс түсінбеппін. Егер алдыңыздан жаңағыдай әйел шықса, оның түріне қарап болмайды екен ғой. Сіз резко стенаға бұрылып қалсаңыз, ол уақытша жоқ болып кетеді екен. Сондықтан бүгін мен ойынды кішкене түсіндім, сол үшін өтемді сіздерге уәде беремін. Әзірше жаман келатқан жоқпыз, бір кітап бізде бар, есіктеріңізге сала кетсек. Кілтпен аштым. Бірінші кілттің әйтеуір пайдасы тиді ғой. Не деген ұзын подвал. Біз бұл подвалда не істеп жүрміз, құдай-ау. Ассалаумағалейкум. Жаңағы әйел аяққа кетті. Оңбаған. Қайта маған кілтті көрсетті. Екінші кілт таптым. Ассалаумағалейкум, саламатсыз ба? Мен бүйтіп шығып кетемін, бүйтіп стенаға сүйкеніп. Мен кітап көріп тұрмын. Кітап алдым, бізде 2 кітап, ура. Және де бір кілт бар. Мен артқа әрең бұрылам, бүйтіп ақырындап бұрылмасақ, резко бұрылуға болмайды ана әйел. Бізді көзімен жеп жұтып алғысы келеді. Сол үшін біз ақырындап бұрылу керекпіз. Өтінемін, шифонерде бір кітап болсыншы хотя бы. Артқа бұрылғым келмейді. Достар, бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Біз деген жігітпіз ғой, давай, жігітше. Жігітше жүрейік, қорықпай. Атақта кім бар? Мен қорықпаймын ешкімнен. Кім бар? Бөлмеде кім бар? Салам алейкум. Қорықпаймыз. Екінші бөлмеге кірем, маған кілт керек. Кілт емес, кітап керек маған. Мынау мен ойлаған зат емес шығар деп ойлаймын. Құр балшық шығар. Қан емес деп ойлаймын. Әрине ашқым келмейді, бірақ та бізге кітап керек, сол үшін кілтімнің пайдасы тиді. Кітап бар шығар деген ойдамын, және кітап бар екен. Мен қараңдар қазір резко бұрыламын. Қорықпаймын, кім нау? Базар жоқ, ешкім жоқ, көрме, резко бұрылсаң, ешкім бізге тиіспейді, достар. Резко жүру керек. Резко как... Енді қорықпай ма деп ойлап едім. Бәрі жақсы, достар. Кітап бар ма? Кітап жоқ. Салам алейкум, ешкім жоқ. Жүреміз. Біреу есік жұлып ұстапты. Оңбағандар осы бүлдіріп жүреді бәрін. Так, мына бөлме кімдікі? Осы бөлме несі ғой, мен уже сыңа қараңдар, резко бұрылу керек. Резко бұрылсаңдар, ешкім бізге тиіспейді. Базар жоқ. Так, мына жаққа бардым ба мен? Бұяқ тупик. Достар, көрдіңіздер ма? Бүгін мен уверен ойнадырмын, уверенно. Қорықпау керек ең бастысы. Так, есікті ашамын. Кім бар мына? Жағындар, өтінемін, олай істемеңіздерші енді. Достар, қараңыздар, алдымызда не тұр? Кілт. Қай бөлменің кілті екен білмеймін, бірақ та рахмет. Так, мынау немене? Алынбайды екен. Кітап! 4 кітап таптым. Енді 4 кітап қалды. Так, шифонерде не бар, түк жоқ. Маған қорқынышты, мен қорқып тұрмын, бірақ та главный қорыққаныңызды ана елге білдіртпеу керек. Смело жүру керек қой, бұлай. Әр бұрышты қарап, біз кітапты өткізіп алмауымыз керек. Ешкім жоқ шығар деген ойдамын. Ассалам алейкум. Резко спецназ. Ешкім жоқ. Ары қарай кеттік, достар. Пока бәрі нормально. Пока бәрі мен ойлағандай.
Мына жақта ешкім жоқ. Ассалаумағалейкум. Ешкім жоқ. Көрдіңіздер ма достар, қорықпауым керек. Мына есіктерде мен болдым, ешкім жоқ. Мына кілт жаңа ашылып, мына есік жаңа ашылмай қойды ғой. Жоқ, бұл ашылған. Мына біреу қан, сол оңбаған әйелдің қаны шығар деп ойлаймын. Ең бастысы ана әйелдің көзіне қарамау керек достар. Бұл видеоны наушникпен көріңіздер. Сол кезде қорқасыздар. Так, мен қай жерден келдім? Мен мына жерден келдім, е? Сондықтан бізге мына жаққа бару керек сияқты. Мына жерде мен болдым ба? Жоқ, көрші жерге барып көрейікші бірінші. Иә, достар. Бұл ойынның қорқынышында шек жоқ екен. Бірақ өте шатастыратын ойын. Қай жерде болып, қай жерде болмағанды білмейді екенсің. Сол ғана кішкене адам шатастырады. Өйткені өте ұзын коридор екен. Түсіндім. Мынау біздің шығатын жер ғой. Бұрыл үлгеріп жатырмын достар. Баяғыда өлетін едім әйтпесе. Шынымды айтайын достар, шын өмірде мынандай жерде болсам, мен андай бір бұрышқа отырып, мына бұрышқа, сол жерден қозғалмай отырып, сол жерде бұтыма түсіп, сол жерде отыратын едім. Бірақ қайта бұл ойын, Еркебұлан қорықпа, ойын деп өзімді алдап қана мен бұл ойынды ойнап жатырмын. Шынымды айтайын сіздерге. Саламатсыз ба? Мен мына есікке кіремін де шығамын. Аха, иә, мен кіремін де шығамын, шынымды айтайын. Достар. Так, спецназ. Сіз ана есік дедіңіз ғой, қалай шығып алдыңыз? Сол жақта отыра беріңізші сол бөлмеде. Мен керемді кетем дедім ғой сізге. Достар. Так, ешкім жоқ. Кілт көрттім ана тесіктің арасынан. Бірақ мына бөлмеге кіргім келмейді. Бірақ жаңағы елім. Бетіме енді түкірмеңізші, өтінемін. 2 кілт бізде бақандай. Спецназ сияқты резко бұрылу керек. Енді резко бұрылам. Так, қаяққа барсам болды. Мына жаққа барып көрейін жайды. Мына жаққа барып көрейін. Салам. Так, мен мына жақтан келдім, мына жаққа барайын. Мен о жақтан келдім. Иә, дұрыс, мына жаққа бару керек бізге достар. Не деген коридорлар адам шатастыратын. Ең мені қуантарлық бізде 3-ақ кілт қалды. 3-ақ кітап қалды табуға, және мына кілтпен есікті аштым, және біреу айғайлап тұр. Мен мына жақты кілтпен аштым. Неужели мына жерде түк жоқ? Кілтімді құртып ашқан жерде ештеңке жоқ. Болмайды ғой, кілтпен ашатын жерде хотя бір кітап болу керек қой. Тезірек кілтті тауып, мына бір подвалдан көзімді құрттым кеп бір. Ура! Жоқ, бірінші шифонерді ашам. Опа, кітапты көріп тұрмын. Қойсаңызшы, пожалуйста. Мен сізге ештеңке істеген жоқпын ғой. Резко бұрылам, ешкім жоқ. Әйелдің жүрмейтін жері жоқ екен, шифонердің ішінде де сол, коридорда да сол. Бір жерде 2 кітап, ес. Резко бұрылам, қара, спецназ, фак. Көрдіңіздер ма, резко бұрылсаңыз, даже шайтан әйелді сізден қорқып кетеді. Так что, қараңғы подвалда жүрсеңіз, қараңғы далада жүрсеңіз, резко бұрылыңыз. Және де мені ең қуантатыны, достар.
айтайын ба нені ең қуантады? Мына жақта кремді шығамын. Ең қуантатыны бізде бірақ кітап табу ғана қалды. Бірақ кітап кеше мен бір кітап қана тапқам ойынның басында. Бүгін мен 7 кітап таптым. Бұл менің қорқынышты ойындарды ойнап үйреніп келе жатырмын деген сөз. Сол үшін лайк басыңыздар. Және де бүгін видеоны көп күттірдім. Сол үшін мен сіздерден кешірім сұрап, енді олай көп күттірмеймін. Просто мен ойындар түнде ойнағанды ұнатамын, кішкене қорқынышты болсын деп. Иә, өйткені мен күндіз ойнасам мүлдем қорықпайтын едім. Отвечаю. Мен өйткені батырмын. Салам. Достар, бізде бірақ кітап қалды. Бірақ кітап. Және біз мына есікке барған жоқпыз. Барамыз бүгін. Смело барамыз. 2 кітап, 2 есік. Мен аштым ба бұл есікті? Қойыңыз. Мен таптым. Өтінемін, кітапты аламын да кетіп қалайын, иә? Кедергілер болмайды деген үміттемін. Кітапты аламын. Артпен жүрем. Тез есікке қаратай қашыңыз дейді маған. Жүгіріп баратырым. Сол керек саған. Ес, достар, бүгін мен бірінші рет хоррор ойынымды өттім. Иә, достар, өттім. Ана елмен ұстай алған жоқ. Мен 5000 очко жинадым және сразу 2 подвалды аштым. Бірақ ол подвалды мен ертең ойнаймын. Бүгін осымен видеом бітті. Хотя осы ойында конец өткен үшін лайк басасыздар деген үміттемін. Және де видеоны обязательно наушникпен көріңіздер. Және арнама тіркеліп жазылғандарыңызға рахмет. Видеоны репост жасап, достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер де бұл видеоның астында ертеңге дейін 1000 лайк жиналса, мен iPhone 6 ойнатуға сіздерге уәде беремін. Сол үшін лайкты аямай басыңыздар. Қош сау болыңыздар, достар. Ертеңге кездескенше, наконец-то өттім бұл ойынды.